Достар, сіздермен екі түрлі таңғы ас бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем. Оңай және тез таңғы аспен бөлісемін. Бізге керек рецепттер: 4 штук нан, 2 штук піскен картоп, 1 штук сарымсақ, 100 грамм жусай, 100 грамм укроп, 100 грамм кетчуп, 50 грамм сары май, шай қасықтың жартысымен қара бұрыш және қызыл бұрыш, шай қасықтың жартысымен тұз. Кетчупты жағып алдым. Енді дайындаған салмамды нанның үстіне қоямын. Міне достар, салмамды салдым дайындаған. Енді бір-бірінің үстіне қоямын. Сары маймен табанымызды майлай қыздырып, міне достар, осылай әдемі қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп жатыр. Бірінші завтрагым дайын болды. Құрметті достар, сіздермен екінші таңғы асты оңай және тез рецептпен бөлісетін боламын. Бізге керек 3 тал жұмыртқа. 3 тал жұмыртқаны езіп аламыз. Жусай, укроп, қасықтың жартысымен тұз. Барлығын араластырасыздар. Сарымсақ. Қызылын қоссаңыздар сарымсақтың өте әдемі көрінеді. Шай қасық жартысымен қара бұрыш. Міне достар, табамды отқа қойдым. Табаны қатты майлаудың қажеті жоқ. Алғашқысында осылай жұқалап майды жағып алыңыздар. Енді нанды аздап қуырып аласыздар. Нанды аударамыз екінші жағын. Аздап қана осылай әдемілеп қана қуырып алсаңыздар, сарғайтып қана.